Assalomu alaykum. Men hozir nogironlar больницасында жатырмын. Birinchi группа nogironman. Nurmumbetova Gulbahor. Qoraqalpog'iston Respublikasында Nukus қаласында жасаймын. Hozirgi vaqtda Nukus rayonidagi O'zbekiston ham Qoraqalpog'iston nogironlar больницасында emlenib жатырмын да. Ендігі мәрте маған өзіңе қарайтын адаммен кел деп жатыр да, ухаживый человекпен кел деп жатыр да. Енді менің ухаживый человек анам бар да. Анам давлениесі бар, жұқарғы, высокий давление. Жүрегі ауырайды, демі қысады. Маған мамам қаралмайды, ухаживый человек бола алмайды анам. Ананы өзі жәрдемге мұқтаж, ухаживый человек. Үкем мамама қарап жатыр. Үкем абаттандыруда рабочий болып істейді. Айлығы 2,5 миллион сом. Кредит төлейді маманың дәрісіне. Алып бере ма, мамама қарай ма. Маған қаралмайды, еркек адам қайерге қарауға қайдем. Маған қиын болады, бұл қайын емес. Хамде анам ауырайды, соған қарау керек. Екі адамға үкем қаралмайды, қиналып қалады. Еще ол еркек маған қаралмайды, ухаживый болып. Енді ол одинокий, ешкімі жоққа инсан жәрдем береді дейді. Сонда біздердей кесел адамларға сондай ситуацияда кім жәрдем береді? Сол адамдар жәрдем берсін. Мен ендігі рет жүріп кетсем өзім, Құда қаласа жүрсем өзіме не қыламын, жүре алмасам маған ухаживый человек керек. Физиотерапия лечениеге баруға, жаңағы теріміздің тефалін бар, соны ыстып шайдемлеп беру керек болғаны. Ваннаға апарады, стульчикте отырамын, жуынып болғаннан кейін мен әкеліп қояды. Ондай труд көп кетпейді. Только больницаға барғанда. Үйде еплеймін. Еңбектеп болса да больницада еңбеклей алмайсың. Сідігім мені тұрмайды, нервтен тұрмайтын болып қалған. Енді азы сездім, бірақ аяқ жүрсе оған тұратын болады деп жатыр. Сондай жерде түк беруден қиналама мен. Сол үшін санитарканың өзінің жұмысы бар. Штаб ашылмаған ухаживый человекке награнларға деп жатыр. Енді мен не қыламын? Награн болып, бірінші группа болып, сондай жәрдем жоқ болса, еще мемлекет тарапынан сәтсіз операциядан, мемлекет больницадан, мемлекетлі врачлардан сәтсіз операция болып, награн болып, сондай бір ухаживый адам 10 күнге тауып бере алмай ма жәрдемде сонда? Мен түсінбедім. Себебі 2024 жылы награнлар больницасында физиотерапия лечение, озон, ТМС, басқа физиотерапия 1-2 лечениелерін маған платный деген чек бермеген. Сол кезде виртуальный президент Шавкат Мырзаевич Мырамановичқа звонок етіп, 1000 номерге сөйтіп айтқанмын, мен төледім пұлды, платный болған, бірақ чек бермей жатыр. Бірінші группалар бесплатный болу шарт емес па деп. Келіп тексерді, оказывается, бірінші группаларға хамме лечение, физиотерапия лечение бесплатный екен. Сөйтіп сол лечениелерді қазір бесплатный болған. Хамме рахатленіп, награнлар бесплатный лечение алып жатыр. Нерв оянатын қазіргі нелерді да, физиотерапия лечениелерді. Енді мына больница құрған кезде менің интернетте де бар. Гүлне уақытта 2018 жылы мен сөйлеп жатқанмын. Екі қассада тұрып, интернеттен жәрдем сұрағанмын мен. Сол кезде президентлер көріп, инвалид больницаны ремонт қылып берген. Кейін тағы сұрағанмын мен жәрдем. Больница палата тауа алмай қалып, бір больница награнларға көп адам келеді, палата аз деп. Қасына тағы бір кішігірім больница соқ берген. Сол больницада отырпан. Енді мен сондай жәрдем беріп жатырпан награнларға. Сол үшін мен сол кезде жақсы едім Гүлмырза ағаға. Енді жаңа махинациясын сөйтіп не қылғаннан кейін өзім награнма, мен пұлым жоқ. Кредитке де төлеп отырпан, лечение алған, например, дәрілерімді 1 миллион 100, сон 500 мыңы 1 миллион 100 сомда менің инвалидный пенсиям.
соны 500 мыңы кредитіме кетеді. 600 мың қалса, 600 мың мен лечениеме жетпейді. Сол үшін мен мәжбүрмін да хақиқатты не қылып, если бесплатно болса, бесплатныйды құқымды біліп талап ететін. Онлайнда мен юридическиям и психологияны онлайннан оқығанмын, маған жәрдемдескен достарым. Мен өзім правамды, құқымды білемін. Сол үшін сондай қылып талап қыламын, сол үшін мен ешкімге жақпаймын. Сонда мен Хамиге жақсылық қылып, больницаны сонда шариатқа қылған мен болсам, кеше жақында да награналарға койкеге 150 мың сом деп 100 мың қылдырып бергенмен ғой, интернетті жылап қарамай маған сөйтіп қойып тексерген кезде мен сідігім тұрмайды, нервтен мен кеткен, сол сөйтіп қоя беремін. Сол енді сездім, бірақ күш келу жүрген кезде де жатыр. Мен жасырмаймын, тісім түсіп қалған, сол нервті, мен нерв кесел болғаннан кейін сол дәрежеде нешеге мен сол дәрежеге келіп отқан өзім, еще өзім правамды жақлап, мен ешкім жәрдем беріп жатқан жоқ. Өзім не қылып жүргенді білемін, өзімді өзім қорғап жүргенді құқымды. Сол үшін кеше койкадан сол 100 мың қылып берген үшін жыны келіп жатыр. Енді бүгін енді айтыңда жерде врач дәрі назначить қылған, соны платный қылып сатып жатыр. Басқа бір медсестра келіп аптека сыртта берді, сондай бола ма? Или берді награналарда ондай қымбат дәрі жоқ, платный аптектен сатылады. Соны больницаларда награналарда болу керек қой, енді платный қымбат дәрілер, сонымен жәрдем бермейді. Только біздер азыр мен дәрі алмай, физиотерапия лечение, соны сұрап білейін десем, қайта махинацияны аша жақпа деп маған ухаживый человек сұрап жатыр да, мені жаман көреді. Сол үшін алдын сол больницаны жақсы берің, өйтің деп араласып жүргенде жақсы едім, жақсы. Енді мен интернетте неше жыл блогермен да, интернетте отырамын, өзім правамды защищать етемін, награналарға өзіме жақсы болсын деп. Кеше растана прямо айтамын, резбольницаға лифт айтқанда соған планға мен қыссам болды. Енді адамдар мен сөйтіп жәрдем қылып жатсам, неге мені жаман көресіздер? Неге маған жәрдем беріңдер? Мен награналар үшін сұрап жатпаймын, ақша сұрап жатқан жоқпын, өзім байып кетейін деп сұрап жатқан. Сондай біздерде шариғатлар бар, жетіспейтін ақша, кесел адамға ақша жетіспейтіндерге жәрдем сұрап жатсам, бір өзім күшім жетпейді, аржанда өлтіріп жіберсе не, кейін анамға кім қарайды? Мен анам үшін жасап жүрген. Мен өліп қалсам анамға кім қарайды деп, сол анам үшін жүре жақпаймын, қартайғанда маған қарамасын деп, сол дәрежеде жәрдем берің. Мен сыртымнан жамалай береді, себебі мен хақиқатты реально, мен виртуальный мақтанып айтпаймын да, реально сөйтіп істеген үшін мен жамалай береді виртуальный. А так соны тексере қойсын да, соны мен сөйтіп жүргені солар жақпай жатыр. Сол енді 2 миллион кеп тұрғанды бесплатно қылып тұрған кімге жағады? Сол үшін мені жақтырмайды. Сол енді менде ухаживый человек жоқ. Сол үшін мені ухаживый человек тау деп қуа алмайды, сондай дәрежеде сөйтіп жатыр. Берді Гүлмазаның частный клиникасындай қылып обращение қылады награналарға. Жәрдем берің, ілтимас. Мен қиналып кеттім. Бір анама қараймын, бір өзіме, маған қарайтын адам қиын, маған ілтимас жәрдем берің. Жүрген Мұхаммед, ілтимас жәрдем берің деп. Себебі награным, мен ақша өзіме берің, питание берің, киім берің деп жатқан жоқпыз. Кредит алып болса да, емлеп болса да, маманы өзімді жүрпіз, әйтеу бір сәт тауып та, енді постоянно ауру емес та, сол үшін больницада жатуымсам келеді, сонда ухаживать қаяқтан таба алмаймын. Ондай штаб ашылмаған дейді. Енді не қыламын? Сонда үйде емленбей жатам ба, поликлиникаларда емдеймін, сонда бірінші группа болып, сонда бірінші группа инвалидтерге сондай ма, инвалидный больница, енді басқа больница. Енді
ресбольницаны айтайын, ол енді мен награн қылған сәтсіз операцияда. Мен имею, істемесе сотқа жазып беремін, мен қыламын, бірақ награнларды істей алмаймын ғой. Мен ол жерде сондай правила айтып тұрды. Iltimos жәрдем беріңді, мен қиналып кеттім. Мен жақсылық істеймін деп, һәмме жаман адамдар жолында тап болады. Бір жақсы адамдар бар ма жәрдем беретін беріңді? Iltimos. Мамам ауырайды, жүрегі. Мен өліп кетсем кейін кім қарайды? Үкем күші жетпейді. Үкемам не? Iltimos жәрдем бер. Жақсы адамдар болса. Мен только жақсылық қылып жатырмын. Енді мен наградаларды көріп жатса, қандай наградалар көріп, қалай мен оның қасына өзім жәрдем алып жатырмын деп кетіп қаламын. Сөйтіп жаман адамдар тап болды. Сөйтіп, конечно, өздері сөйтіп пайда көріп отырып, сөйтіп жіберсе, сені өлтіруге де дайын екен ол адамдар. Даже сондай намаз оқып, сөйтіп жүретін врачлардың көріп жатқан наградында бір хайыл. Адамдарға қымбат дәрі жазып отыр. Менің қасымды айтады. Оны операция болмастан бұрын істеткен мен жас уақытта. Дозаққа барасың дейді. А өзінің қымбат дәрілерін сатып, халықты өйтіп, еще біреуіне керісінше тәсір ете ма, әйтеуір біреулер награн бола ма, қызық емес ақша деп жүріп, сөйтіп сауапты ойлап жатыр, біреудің қасын ойлап жатыр. Сондай адамдар бар жаман, сондайлар маған жауыздық қылып жатыр, больницаға келмеу үшін. И бүгін еще ауқатынан күнде сайын кішірейіп баратыр. И жақсы емес деп айтқанға, енді мен блогермін ғой. Сөйтіп олар мені награналарға жәрдем бермесін, вообще көрінбесін, біздердің махинациямызды білмесін деп шығара жаққа. Енді менде ухаживать человек жоқ. Енді мен халқым айттым, ешкімге жамағамы жоқ. Өзімді басқа награнды ойлап жүрген, дені сау адамдар кешіресіз, ойлай алмадым. Бірақ дені сау емес награн, мұқтаж адамдарға бірақ кітте болса да жәрдем қолымша тиді. Правиласын коляска алып беруге, құқығын қорғауға да жәрдемесін сұрай қойын. И мынандай больницадан, даже поликлиника бар ма, 5-ші бізден мені сол депутатла Ташкентке больницаға апарған кезде Танзила Нарбайға планға қойдыртып ремонт қылдырдым ғой. Кім істеп жатыр? Блогер. Кеше ресбольницадан лифт сұраймын деп планға қойып, интернетті сол үшін қойды да. Мен себеп болып жатырмын ғой. Неге жәрдем бермейсіз? Iltimos жәрдем берің маған. Мен награн деп жүрмін ғой. Өзіме ақша сұрап жатқан жоқпын. Iltimos жәрдем берің халқым.